Жүректегі мұз 76-шы бөлімі. Бүгінгі эпизод өте қызықты болады. Бунямиден көңілдесі аяғы ауыр екен. Бұны естіген Жанан есін танып шок болады. Сақтандық, сақтанбадық деп екеуі ұрсып жатыр. Тіпті Жананның өзі сен бұл үйден кет дейді. Ал бұл мен енді осы үйдің менде бастығымын. Сенің әйелің, сенен аяғым ауыр дейді. Және маған Бунами көп ақша берген. Міне қара ақшаларын көр, міне деп Жананды тағы да одан сайын ашуландырды. Ашуланған Жанан, әкел, бұл менің күйеуімнің ақшасы, әкел деп қырылды. Ал мұнда Нұққа сәтті ота жасалды. Бірақ Нұқтың әлі де оянатын түрі жоқ. Барлығы уайымдап жатыр. Тіпті Сибилай өзінің кезінде кездескені, Сумру Нұқпен құшақтасқанын, Сибилай бұл жерде Нұқ, Мелек барлығы Нұқтың өткендегі кезін ойлап қайғырып жатыр. Тіпті Таксин ағасы да. Ал мұнда Эсма мен Асад екеуі оңаша қалған. Асад қайғырып отыр ағасының әлі де оянбағанына. Барлығы Нұқтың қайта тұруына дұға жасап, қайғырып мұңайып отыр. Мелек пен Жихан да осы кезде бір-бірін қолдап, құшақтасып, Нұқ туралы әңгімелесіп жатты. Алдында Нұқ өзінің түсінде Сибилай екеуінің жүргенін көреді. Үстіне үнемі аппақ киім, яғни бұл комада жатқан кездегі түрі. Сибилай қашып барады, ізінен қуып, осы кезде орнынан оянады. Дәрігерлер жүгіріп келеді. Барлығы не болып қалды, Нұқ аман ба, ол тірі ма деп жылап тұр. Дәрігер сыртқа шығып, сіздерге қуаныш жаңалығым бар, ол есін жиды дейді. Барлығы жылап жіберіп көрісіп жатты. Арада көп ұзамай Нұқ, Мелек, Таксин барлық отбасы Шансален әулетінің жекежайында тұрды. Өйткені бұл жекежайды Таксин аға сатып алған. Барлығы осында. Тек Жихан, Асад солар кетіп қалған. Ал Бунамиді әйелі көп ақшасын ертіп апара жатыр. Мен ақша салған жерге сен де ақшаң салып қой. Тіпті 2 есе 3 есе болып қайтарып аламыз дейді. Байғұс Бунами әйелінің айтқан сөзіне сеніп, ақшасын осылай чемоданымен әкеледі. Осы кезде барлығы сеніп жүр ғой Жананның айтқанға. Бірақ шыны керек бұл компания өте алаяқ еді. Барлығын шын сияқты көрсетіп жатыр. Ақшаңызды осылай еселеп қайтарамыз, инвестиция құямыз деп. Алайда барлығы жалған. Бунами бергісі келмей ақшасын әзер береді. Соның өзінде де тесіліп қарап отырады. Қалған бөлімін ертең салатын боламын. Лайк басып қолдап кетіңіздер. Жалғасы бар.